Сәлем достар, сіздермен Пиксол және мен Дәулет. Бүгін біз fishmektep.kz сайтына шоу жасайтын боламыз. Бұл сайтты өздеріңіз байқап отырғандарыңыздай лендинг пейдж сайты деп аталады, яғни одностраничный сатылым алып келетін сайт десек те болады қазақша. Бұл одностраничный болмаса посадочная страница деп атайды орысша. Неге десеңіздер, бұл жерде келген трафикті бір жерге қондырып алу керек, сол үшін посадка жасайтын жерді осы посадочная страница болмаса продающий сайт, ағылшынша лендинг пейдж деп атайды. Жалпы fishmektep.kz сайтын біз фиш деп аталатын, яғни балықты өсіруге үйрететін курс жасайтын компанияға арнап жасаған болатынбыз. Сайтты бастамас бұрын біз өзіміз жайлы кішкене айтып өтейін. Біздің компания түрлі сайт түрлерін жасайды. Біздің Instagram парақшамызда жазып қойсаңыздар болады. Сілтемесі осы видеоның астында бар. Және де осындай сайттар тапсырыс бергілеріңіз келсе, бізге келіп хабарласуға болады. Болмаса жаңағы біздің видеоның астында сайтымыздың сілтемесі бар, соған кіріп өтініш қалдырсаңыздар да болады. Біздің Instagram парақшамызды көрсеңіздер болады. Егер сіз маркетолог болсаңыз, немесе кәсіпкер болсаңыз, онлайн кәсіпті жүргізгіңіз келсе, кәсібіңізді онлайнға ауыстырғыларыңыз келсе, осы біздің блогты оқысаңыздар, біздің нақты дәл айтқанда онлайн кәсіпті онлайн жүргізуге қызығатын, болмаса онлайн жүргізіп жүрген кәсіпкерлер мен маркетологтарға арнап посттар саламыз, соны көріп, қарап шықсаңыздар болады. Мысалы, SEO продвижение жайлы, кері байланыс алатын суперсервистер, және тугиске қалай компанияның данын енгізу керек, басқа да жүйелермен қалай жұмыс жасау керек кәсіпте. Соның бәрін біз сіздермен бөлісіп отырамыз. Жарайды, онда біз қазір сайтты шоуды бастайық. Жалпы fishmektep сайтының түрі лендинг пейдж деп айттық, бірақ бұл жерде тағы да қосымша нюанстарды қарастырғанбыз. Мысалы, бірінші блоктан бастасақ, бұл қазір сайттың шапкасы деп атаймыз, яғни ең алғашқы сайттың шапкасы fish деп логотипі жазылған, және 5 жыл тәжірибелі балық өсіруге үйрету мектебі, яғни мектеп екенін түсіндіргенбіз. Және номері, телефон номері, және сілтеме WhatsApp-қа жазу деген сөз. Бұл жердегі сілтеме басқан кезде WhatsApp ашылады. Мысалы, менің жағдайымда бассам, телефонда компьютерный веб-браузердегі WhatsApp ашылады. Ал егер телефонда нұсқасын адам басатын болса, қолданушы, бұл жерде WhatsApp приложениесіне жіберетін болады. Және ең басты бірінші блокта бұл жерде оффер, то есть балық өсіруді 10 күнде түрін ажыратудан үлкен кәсіп жасауға дейінгі жолын үйренесіз деп ұсыныс жасап жатыр. Балық өсіруден кәсіпке баулитын тұңғыш қазақ тілді мектеп сабақ жоспарын білу деп батырма қойған. Яғни бұл әрекетке шақыру арқылы конверсияны көтеру мақсатында жасалған дүние. Оң жағында видео бар. Бұл видеода қосымша 1 минутта орталық жайлы толық ақпарат алуға болады қолданушылар. Және осылай бірінші блок осылай аяқталады. Екінші блокта неге балық өндірісімен айналысу керек жайлы сұрақтар, факттар айтылған. Бұл жерде мысалы 2015-те қандай болды, қазір 2020-да қанша тонна жаңағы өндіріс шығады осы балықтан. Және қосымша осындай қандай елдерге экспорттауға болатын, балық өсіріп жаңағы қандай өнімдер дайындауға болатын, және қандай да технологиялармен жұмыс жасауға болатындығы жайлы жазған. Бұл адамды қызықтыру мақсатында, яғни балықпен айналыссаңыз, сіздерде осындай қосымша фактілер, қосымша пайдалар болатынын көрсетіп жатыр сайт. Одан кейінгі fishmektep практикалық оқу орталығында білім алуға 5 себеп. 5 тағы да факт, не үшін именно осы мектептен балық өсіру жайлы білім алу керектігі жайлы. Яғни практиктен білім алады, практикада көреді оны, өндірісте жүреді, серіктестік болады екі ортада, және өндіріспен басқа қалаларда да өндіріспен айналысуға болады осы білім арқылы. Серіктес болғым келеді деген батырма бар. Батырманы басқан кезде тағы да WhatsApp-қа жібереді бұл батырмалар. Бұл жерде всплывающий окно бар, болмаса заявка тастайтын ешқандай формалар жоқ, тек қана WhatsApp-қа алатын, заявканы WhatsApp-қа жаза алатындай жасап қойғанбыз. Балықтың түрін таңдаудан бастап, табысқа шығуға жүйеленген кәсіпке дейінгі қадамды үйреніп шығасыз деп тағы да қосымша ақпараттар берілген. Бұл жерде тағы да конверсияны жоғарылату мақсатында қызықты дүниелерді көрсетіп, әдемі стильде балықтың түрлерін салып қойғанбыз. Осыдан кейін барлық адам балықпен айналысқысы келіп кететін сияқты. Мына жерде тағы да фактілер бар, уақыты, бағасы, мысалы
курс 10 күнде жүреді, мысалы 100 мың теңге тұрады бағасы. И курстың бағдарламасын толық алу, бұл да WhatsApp-қа жібереді. Кімнен білім аласыз? Бұл жерде команда жайлы айтылатын блог, яғни қандай адамдар сіздерге білім беретін жайлы. Және біздің компания осы мектепте, осы яғни Fish мектеп компаниясында қандай қызметкерлер жұмыс жасайтындығы жайлы көрсеткен. Мысалы, акционер Тұрсынәлі Марлен мырза, Абай Қыпшақбаев мырза директор, акционер бар тағы да Кегенов Ерлан мырза, Гүлнар ханым акционер ретінде, және Ахметбек Нұрсила, бұл осы мектептің де, осы балық мектеп тоғысының акционері. Әр команда мүшелерінің қайда, қандай қызметте жұмыс жасайтыны жайлы жазып толық ақпарат берілген. Жиі қойылатын сұрақтар бөлімі, бұл жерде көбінесе осы сұрақтар туындайды. Сайтты көрген кезде адамдар басқа сұрақтар, сайт айта алмаған сұрақтарға осы бөлімде біз жауап бере аламыз. Мысалы, жиі қойылатын сұрақтарға кез келген адам үйренім ары қарай алып кетеді ме дегенге, бұл жерде тағы да қосымша жауаптар берілген. Қанша уақытқа дейін практикада көмектесесіздер дегенде. Яғни бүкіл көп жиі қойылатын сұрақтарға осы жерде дайын жауаптар беріп қойғанбыз. Соңғы бөлім бұл футер деп аталады, яғни сайттың ең төменгі жағы, аяғы. Бұл жерде қосымша Fish мектептің логотипі және қосымша номері және Instagram парақшасын көрсетіп қойған. Instagram парақшасын көрсетсе болады Fish мектептің. Қазір ашыла берсін. Жалпы осылай сіздерге сайт толық ақпарат берді деп ойлаймыз. Осындай керемет сайттарды сіздерге қаласаңыз, бұдан да әдемісін қаласаңыз, көп уақыт бөлген сайын біз одан да жақсы сайттар жасауға дайынбыз. Сол үшін бізге хабарласып байланысқа шықсаңыздар болады. Жаңағы Instagram парақша бізде ашылмай қалды өкінішке орай. Мүмкін сілтемесі ауысып кеткен болар. Жалпы бізге хабарласыңыздар, бізге жазыңыздар. Ол үшін осы видеоның астында сайтымыздың сілтемесі бар, кіріп өтініш қалдырыңыз, болмаса сайтта телефон нөміріміз бар, соған хабарласыңыздар. Немесе ең оңайы біздің Instagram парақшамызға кіріп, тіркеліп, бізге дайректке жазсаңыздар болады. Сіздермен болған Пиксо және мен Дәулет. Келесі видеода кездескенше.